Ханымдар, қайырлы күн. Бүгінгі сабағымызда салфеткаге бұрышын шығаруды көрсететін боламын. Жалпы өзім қолданатын тәсіл. Менде салфеткам 45-те 45, маған 40-та 40 болып шығуы керек. 45-те 45 ол тігілетін, жаңа тігіске кеткен сантиметрмен бірге есептелініп тұр. Ең алдымен мен осылай ручкаменен сызып алдым 4 бұрышын. Мына жерде мына аралық 2 сантиметр, мына жерде 0,5. Ең бірінші біз осылай 4 бұрышын шығарып аламыз тікпес бұрын. Мына белгілеген сызылған ручка бойынша осылай майыстырып аласыздар. Мына 0,5-ті біз тігіп тастауымыз керек. Мынау материалға, матаға кететін ручка осылай белгілеп аласыздар. Және де мына бұрышын мына жерде тұр, белгілеп аласыздар осылай етіп. Енді былай қарасаңыздар, мінекей екі шетін белгіледік. 0,5-мізді майыстыра отыра екі белгілеген жерді бір-біріне әкелеміз. Және де мына жерде біздің жаңа белгілеген бұрышымыз бар. Біз машинкаменен тігіп шығуымыз керек. Біз мына аралықты біз тігіп шығуымыз керек. 0,5-ті майыстыра отырып тігеміз. Булавкамен қадап алсаңыздар болады. Закреп міндетті түрде. Матаның артығын қиып тастаймыз. Бұрышын осылай инемен шығарып алсаңыздар болады. Мынаны алдын ала өтекке апарып өтектеп алсаңыздар да болады. Енді мынаның осы сызылған бойынша тігіп шығуымыз керек. 0,1-мен шетінен барлығын айналдыра отыра тігіп шығамыз.